Бөдененің құйрығы неге қысқа? Қазақ халық ертегісі. Бұл былай болған екен. Ертеде мынау төмен жақта бір биік тау болыпты. Ол таудан әрі қарай ешбір құс асып өте алмапты. Нелер ұшқыр, қыран құстар талаптанып көріпті. Бірақ шамалары келмепті. Бүркіттің ұшқыш қыраны келіпті, бірақ таудан аса алмапты. Қырғидың атақтысы келіпті, ол да аса алмапты. Ең соңында енді кім қалды дегенде, бөденеден басқа құстардың бәрі өз бақтарын сынап көрген екен. Сөйтіп, бөдененің атақтысы шақырылыпты. Тәуекел деп бөдене ұша жөнеліпті. Шырқап көтеріліп барып ұшса да, таудан ол да салмапты. Содан соң ызаланған бөдене зымырап, құйылғаннан құйылып келіп, тауды көкірегімен соққан екен дейді. Сонда ол таудың ар жағына бірақ өтіпті. Міне, содан бері қарай бөдене жерге қонғанда аяғымен қонбай, көкірегін жерге соға қонады екен. Ал құйрығы неге қысқа десек, құйрығы әлгі тау тесігінің арасында жұлынып қалып қойыпты. Әйтпесе, бұрын бөдененің құйрығы қырғауылдың құйрығындай ұзын болған екен. Сөйтіп, биік таудан аса алмаған құстар әрі қарай бөдене тескен тесіктен өтіп барыпты.